Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 4 тамызға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқта. Жаңа бизнес бастауға, келіссөздер жүргізуге, маңызды құжаттарға қол қоюға болады. Нақты мақсат болса, онда сіз оған осы сәтте сенімді серіктестермен жақындайтын боласыз. Нашар адамдар сіздің артыңыздан жоспар құралады, сондықтан оларға өсек айтуға ешқандай себеп бермеңіз. Торпақ. Көп жұмыс істеу керек, жаңа серіктестер іздеуді бастау керек. Осы бағыттағы күш-жігеріңізден 100 есе сыйақы аласыз. Өз ісінде айтарлықтай жетістікке жеткен тәжірибелі адамдардың пікірлері мен кеңестерін тыңдауға тырысыңыз. Егіздер. Кәсіби істер бірінші көзқараста көрінгендей қиын болмайды. Сондықтан еңбек майданында өте қатты құлшыныстың қажеті жоқ. Күн романтикалық сәттерге, достарыңызбен кездесулерге қолайлы. Тіпті таныс емес адамдармен қарым-қатынас сізді қуантады. Шаян. Кәсіби өсу жоспарын ойластыруыңыз керек, немесе жақын арада кездесуге тура келетін жайттардың тізімін жасауыңыз керек. Қаржылық мәселелерде ұстамды болыңыз және қажеті жоқ сатып алулардан аулақ болыңыз. Арыстан. Кәсіби мәселелерде артық бастама көрсетпеуге тырысыңыз. Түсініспеушіліктер туындауы мүмкін. Мұқтаж жандарға көмек қолын созудан бас тартпаңыз. Қазір жаңа іскерлік және романтикалық таныстықтар үшін ең жақсы уақыт емес. Бикеш. Күн ашушаңдық пен шаруалардың шешілмеуі салдарынан стресстік болуы мүмкін. Жауап бермес бұрын сіз үшін бар қарым-қатынастың қаншалықты маңызды екенін ойлаңыз. Өйткені осы кезеңде оны үзе аласыз. Тараза. Жігерлі, ашық, ақ жарқын болыңыз. Егер сіздің мекен-жайыңызға сын естісеңіз, ренжімеңіз. Айтылған сөздерді қарастырып көріңіз, оларды өлшеңіз. Және егер оларды әділетсіз деп санасаңыз, онда айқай мен қорлауға жол бермеңіз. Сары шаян. Егер сіз жұмысты ауыстырғыңыз келсе, бұл қолайлы кезең. Кез келген жағдайда сізді кәсіби салада көптеген түрлі бизнес ұсыныстар күтеді. Таңдау кезінде қателесуден қорықпаңыз және өзіңіздің интуицияңызға сеніңіз. Бұл сізге кедергі болмайды. Мерген. Бұл күні сіз өз міндеттеріңізді орындап, жауапкершілікпен қарауыңыз керек. Іскерлік белсенділікті көрсету, кез келген жағдайдан шығуға тырысу, бұрын басталған жағдайларды өңдеумен айналысу керек. Бұл кезең оқуға, ескі достармен кездесуге және ой өрісін кеңейтуге қолайлы. Тауышқа. Демалуға жақсы уақыт. Ең дұрысы жаңа және ғаламдық нәрсені бастамай, бұрын басталған және жоспарланған нәрсені тез аяқтау керек. Топтарға жиналып, жалпы проблемаларды талқылау жақсы. Жаңа жұмысқа сәтті көшу. Су құйғыш. Күн қиындықтан өтіп кетеді. Жұмыс кестеңізді әртүрлі іс-шаралармен толтырыңыз. Қазір іс қағаздарын тәртіпке келтіру, іскерлік байланыстарды құруға және нығайтуға жақсы уақыт. Денсаулығыңызға назар аударыңыз. Балықтар. Көп нәрсе сіздің қолыңызға түседі. Ең перспективалы болып көрінетін нәрсені алыңыз. Қаржылық жағдайды жақсартуға немесе мансап сатысында көтерілуге мүмкіндік бар. Кез келген жағдайда сіз жұмыс жайында толығымен қанағаттанасыз. 4 тамызға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.